Сәлем, бүгін тауық етінен жасалатын өте дәмді пирогты дайындаймыз. Алдымен ұнымызға сода мен маргаринді қосып, араластырып дайындап қоямыз. Ыдысқа айран, тұз және жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, ұнымызбен біріктіріп, қамыр дайындаймыз. Қамыр жұмсақ болу керек, оны 30 минутқа салқын жерге қоямыз. Салмасына тауықтың төс еті, картоп және пияз қажет. Барлығын ұсақтап турап, жарты қасық тұз және бұрыш қосып араластырамыз. Қамырды екіге бөліп, әрқайсысын дөңгелек қылып жайып аламыз. Формаға орналастырып, салмамызды саламыз. Қамырдың екінші бөлігін бетіне жауып біріктіреміз. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 55 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуға ұмытпаңыз. Сіздермен болған Мусилова Айман.